Ya Allah жақсылығын беріп, жақсылық екшап, бақытты болсын, өссін. Амин. Бұғынау тойларын құлақлаша алғаса берсін, содан немере шөбере көріп, соның қызығында бірге болайық. Я Алла әр уақытта екі жас бақыттың қызығын көре білейік. Амин, Алла. Қадірлі ағайындар, мына бүгінгі Құдай қаласа Суанбақ селінде Ақтүйенің қарыны жарылып, бойдағымыз екеу болып жатыр. Барша қуанышты бөлісе келген азаматтар беташарды жақсылап тамашалап, жақынырақ келіп іштегі апалар сыртқа шығыңыздар. Дәстүр бойынша келінің бетін ашайық, сәлем салдырып, елменен таныстырайық. Қазақтың келі салт дәстүрі беташар. Атам қазақ аттан жығылсақ та, біз қазақ салттан жығылмаған елміз. Осындай той жығысты болсын. Менің де үміт артып отқан ұлым бар, немерем бар дегендер бір қошемет, қол соқ қойық ағайындар. Той жығысты болсын баршамызға. Рұқсат болса келін дайындаңыздар, алсындар. Керек жарақ заттарын алып шығайық. Қазақи дәстүр бойынша әзілмен әндеп, жақсылап беташарымызды әрлеп өткізейік Құдай қаласа мінекей. Іште қонақтар болса сырттан орын алсақ. Найым болсап шығайық ағайындар, бүгінгі қуанышымыз құтты болсын деген ниетпен Сәкен ағамыз бен Алтынай жеңгемнің құрметіне тағы қошемет қол соғайық. Келін келедір қарсылайық кәнеке, жас келінді алып шықсаңыздар. Қошемет, келін келедір кәнеке. Асып аяп шығама десем дедектеп жүрек келе солға бұларды. Табысындар жылдам екен. Орамал оқтаушы бала, ай. Сен балаң бар ма? Орамал өзің байламадың, біреу байлаттың ма? Мен байладым. Біреу байласа, біреу үйлендірет жүгірмек маған бәрі бір. Ай, бәрі келді. Құрметті ағайын, шамал сабыр сақтайық. Маған бір Ерсұлтан достарынан бір жігіт келсе тәттер ұстап тұратын жігіттерден бар ма? Көмектесіп тұратын бір жігіттер келсе, інілерден достардан кім бар? Ал құрметті ағайындар, шамал сабыр сақтайық, тыңдалмаған сөз жетім дейді, сөз жетім қылмайық ағайындар, сөзді құрметтейік. Сөзін құрметтеген, өзін құрметтеген деп шамал сабыр сақтайық. Тынышталып, дұрысталып жайғасып алайық, құлақ тұрайық. Қазақтың дәстүрі беташар ағайын, аттан жығылсақ та біз қазақ салттан жығылмаған елміз. Келі шаңырақ шымғаламыздың төрінде тамыры тарихтың тереңінен жайылған Суанбақ селінде бүгін Ақтүйенің қарыны жарылып қуанышқа күйгеніп, бойдағымыз Ерсұлтанымыз үйленіп, дініміз міне ислам бір Алла деп бас ұрып жиғана тойға шашылған Тәжған әжемнің құрметіне бір қошемет қол соғайықшы. Әжеміз тұрғанда Сәкен аға мен Алтынай жеңшеме келін қайда? Кішкентай болып қалды ма?
Rahmet Müzibe. Na ересектер балаға кетсе, ота ұстайтын бала. Бірден кішірек кетмейді. Шырағым айырып қаласың, ұстасай өзің, ешкім әркімге ұстата бермесек. Енді рахмет. Тәжіған әжем бар ма? Әжеге қол көтеріп қойыңызшы, Тәжіған апа. Той құтты болсын, Ерсұлтан үйленді ғой, біле ма? Қуанғанмен қорыққан бір дейді, апаларым кейде не болып отқан білмейді, тойдың соңында сұрайды, айтыр, құран болды ма, не болды деп. Сон біліп басын деп атқаным ғой, әже. Анасы бар адам қартаймайды дейді, саңғылдың қыз болса мен маңқытайым апа. Бауырым екес құда қаласа, той қаласын. Қойшының таяғынан, келінің аяғынан деп, бүгін әулетке арғының қызы келін болып түсіп жатырген, Суанбағыс еліне құттық адамы болып, Жанашыр әулеттің адамы болып, Ерсұлтанымыз келер жылы Қошқардай ұлға балалы болып нәсіп етсін. Құда қаласа қазанымыз қайнап, Құдай жақсылыққа басты байлап, немеренің тойын тойлап отса, келер жылы шөберенің тойын тойлау нәсіп етсін Тәжіған апа. Қуанышыңыз қуанышқа ұлассын. Енді құрметті көпшілік, шамал сабыр сақтайық. Қазақ немізбен қазақпыз, тілімізбен, дінімізбен, салт дәстүрімізбен қазақпыз. Біз қазақ аттан жығылсақ та салттан жығылмаған елміз. Қазақтың дәстүрін қазақ қолдамаса кім қолдайды? Сондықтан бұл бетаса деген нәрсе әшейін тыңдап кете салатын өлең емес, ән емес, киелі салт дәстүр. Қандай жағдайда болса да салт дәстүрімізді қолдаған, екі жасқа ақ тілекті шынайы ниетпен жолдаған қазақпыз ағайындар. Тыңдайық. Бір екі қатын сөйлеп жатыр, қаяқта сөйлеп жатқан сабыр сақтайық ағайын. Енді қуанышты бөлісу дегенде, мына қатында май жеп қойды Құдай. Өз біледі ғой, сен ұстап көріппен бұрын. Жағаласа береді саған. Енді ағайын, шамал құрметтейік. Қуанышты бөлісу деген қазіргі таңда әркім әрқалай түсінеді. Біреулер беретін беріп кетіп қалып жатады. Біреулер башы тоймен жұмыс жоқ, тойға неғып келген өзді түсінбейді. Тойдың соңына қарасаң әйтеуір еркектер қайтып кетеді, әйелдер отырады. Мен негізі аналар қауымына мың рахмет айтам осы әйелдерге. Любой тойдың аяғына дейін қарасаңыздар, еркектерден қарағанда әйелдер көп отырады. Бұл кісілер неғып тағанса отырады десем, үстелдаңда отырады жарықтан. Енді ап кетем, сап кетем десеңіздер, дастарханда бәрі жетеді. Шынайы қуанышты бөлсем десеңіздер, бүгінгі Суанбағыс елінің тойы беташар керемет өтеді деген ойдамыз ағайындар. Ақынға да шабыт беретін халық деген аланың бір есімі. Бет ашып талай елге ұнап, сіздерден бір шабыт беретін шапалақты сұрап, ал бисмилла деп беташар бастайық. Шабыттандырып арасында қошеметпен ақынды да қоштайық ағайын. Ассалаумағалейкум ағаларым, қымбат қой асыл халқың бағаларың. Армысың тойға келген ақ жаулықты, алтындай домаланғаны аналарым. Қуаныш қызығын деп шаттығыңды, жастарым бүгініне жаңаладың. Бет ашуға келгенде ағайындар, болсыншы маған да бір шапалағың ау. Мен келдім Түркістаннан қадам басып, айтайын өлеңмен сөз санамдашып. Ассалаумағалейкум Суанбағыс елмен қояйынша амандасып. Қоймасын жақты Құдай қарыстырып, дұшпанмен қоймасыншы алыстырып. Арғын қызы келін боп түскеннен соң, өтейін осы әулетпен таныстырып. Қуанышпен бүгін той шаттан алам, жақсының жырын әрге жаттап алам. Бір қошемет мен үшін ең кетеді, бет ашуға шыққан кезде әппақ адам. Сыйлайтыным ағайын дос сенсің дейма, айт сен қаяқынан кемсің дейма. Шапалақ ұрғандарға рахмет, ұрмағандар қапқара деп менсінбейма. Ақындар жырмен шумақ шашып тұрысың, көңілдер қуаныштан тасып тұрысың. Мен қапқара боғамен сен сапсары, жақынырақ тұр шіреңімді ашып тұрысың. Аузымнан да бір түрлі шығып тұрма, неғып сонша тыржиып қашып тұрысың. Ұстағаның дәптеріме парақ па дейм, не айтат деп елім тұр қарап па дейм. Менен көрі әппақ па деп ойласам, сенің де әппақтығың сәлақ па дейм. Жиғанды тойға елім шаштың батек, табағыма көрімді кел бастың батек. Қисалаңдамай парақты жағын ұсташ, менің көзім аузымның астында мет ұстасай бейтер.
Ал бұл өмір қарап тұрсаң жалған екен, бойдағыңа үйлену арман екен. Ер сұлтан алған жарың адал болсын, арғынның бір сұлуын алған екен. Әзіл айтсам бұл сөзге күлесің ба, күйеу боп арғындарға жүресің ба? Жігіттері арғынның өте момын, ал қыздарын ер сұлтан ау білесің ба? Бойдақ боп бүгінге дейін жүріп кеттің, қыз қырқының талайымен күліп кеттің. Тыныш жүрген ер сұлтан ойда жоқта, арғындардың қорасына кіріп кеттің. Құтты болсын басыңның байланғаны, үйленіп көңіліңнің жайланғаны. Ер сұлтанға бір шапалақ ұрайықшы, көрпеңнің сұлу қызға айналған ауай. Ағайын ағайын, гарманымда алайын, сыңғырлатып салайын, қызығыңдар талайын. Келін елге бақ болар, құтты болсын қадамың, ал жақындап келіңдер, бет ашамын көріңдер. Айдай келін баланың көрімдігін беріңдер. Арғын елі бір гүлін, суанбағы сүйділі, қызға келін болу хақ, бұл Алланың бұйрығы. Атанаңда ардақта қанатына саяла, жылы сөзбен дәміңді қабақ шытпай жаялға. Үлгі қып жұртың мақтасын, көргендер кінә тақпасын. Тик-токқа міне кіріп ап, жуылмай кірің жатпасын. Жасықтыққа жол берме, жігерленіп өргөрле. Келін мынау үйіңдай, өзіңнен кем көрме. Жаңбырдай жауып шашулар, көңілдер көлдей тасуда. Келемін жұртқа танысқып, бетіңді келін ашуға. Бұл өмірде пенде жоқ, о дүниеге бармайтын. Мұсылмандық қанда жоқ, әруақты еске алмайтын. Әруақтарға мың сәлем деп. Суанбақ селінен өмірден өткен, осыдан үміт еткен ата-бабалар әруағы, Тоқтар атамыз бенен Пернеш апа, Төрегелді атаңыз бенен Нәзир апамның әруағына, Ахмет атаң мен Сәбеткүл апалардың әруағына, көпшіліктің құрмет, жалпы әруақтарға, жас келіннен арнайы мың сәлем ғанеке. Ал сөзімді жақсыға саптайыншы, бет ашып елім өтін ақтайыншы. Саңғыл қызы Тәжіхан туған әжең, апамды жекедара мақтайыншы. Мақтайтындай Тәжігүл асыл адам, жақсылығы еліне шашыраған. Саңғыл қызы Тәжіханға рахмет, көбейтіп суан бағысты асыраған. Күнде той көргеніміз жиын боп тұр, аналар ел алдыңда сыйың боп тұр. Апамма сәлем салсаң, апамның да өзі шығып көрімдік беру қиын боп тұр. Сәлем сап жатыр келін көрмейсіз ба? Сәлем сап әжеңізге терлейсіз ба? Енді аджиман естетем ба жаным апа? Мен байғұсты сұңғылдатпай бермейсіз ба? Үмітін елдің бүгін ақтай тұрау, әзілімде апама жақпай тұрау. Неғып сонша бергісі келмейді десем, омынға майдақша таппай тұрау. Сөзімнің мағынасын ұққаны бар, талай келін сәлемін бұққаны бар. Тәжіханға тағы да сәлем салсаң, мәсігілі шарасына тыққаны бар. Шынында бұл Тәжіхан арладамау, адалдықпен сәлемін жалғаған-ау. Апамды мақтап жатсам үндемейді, Тәжіхан пенсиясын алмаған-ау. Тойлайын бүгін міне күн өді дейм, шығатын әніңнен де жақсы бір үн өді дейм. Мен маңқтай Тәжіхан саңғыл ғой, ол негізі әжеңе үнеді дейм. Жаным апа, сізге менің бір сұрағым, қолда отырған бала мен келін кім еді дейм. Кім? Серікпен Құралай. Жұмыс болмасын дейді. Қалмасын әзіл сөзің ұнамай дейді. Тұр отыр апамызда қуанай дейді. Қара шаңырақ ұстап отқан апамның қолында Серікпенен Құралай дейді. Анасын мақтап жатсам келмей екен, ана үшін еңбектеніп терлей екен. Мақыл міне Құралай бермесе де шешесіне Серік бермей екен деп атқан ғой. Қошемете қол соғайық, ана үшін атылып шығып жатқан Серік ағам. Ашы жүзді Серік ағам маңдай деймін, жанашыр анасына жандай деймін. Құралай апам,
Тәжіған апа қолда отқан құралай қатын қайда отыр, қандай деймін бұрыс. Жегенің тәтті дағамайыз, риза болып сөзіме қал деді-ау деймін. Бір қатын сыбырлап саған бір жерге бар деді-ау деймін. Мына қатының түсінігі дұрыс екен, сұңқылдатпай қалтасына сал деді-ау деймін. Жегенің тәтті дағамайсыз ба деймін, құралайда енесінің арқасында уайымсыз ба деймін. Тіп-типтай болған мен серікті бағындырған мына қатын, енең шамал чайсыз ба деймін. Пейілінде құралай қыспайды екен, той бар жерде ағайын тұстайды екен. Тәжіғаннан серіктен де ірі болды, үйді ақшаны құралай ұстайды екен. Балаған сені сәніне, қос айтқан сені әніне, қызықтап тұрған халыққа сал келін жанымын сәлем. Құрметтейміз атаңды, еліне дана атанды, төрде отыр атапа беремін деп батамды. Әулетімнің үлкені ақсақалды аталар, жастарым бұдан әрқашан ақыл сұрап баталар. Мұсабайдай ата бар, Мұсалидай аталар, Досал ата жәнеден Нұрғали адам тағы бар. Апаларым Гүлдариға Шеберкүлге сәлем сал, Базаргүл апа, Закир апа, Фатима апа, және Фатима апа, сасай шайна қарап тұрсын сәлем сасай. Мен есіндердің ақша болып көтіп қалда сәлем салам. Адам ата талғында ұрады, аршен деген жаны қамады құлдай. Өзігі рахмет. Өткен өмір әркімнің дерегі көп, кейде менің күлкімде келеді көп. Музыкант маған негіз жағаласпа, маған ошы музыканың керек жоқ. Сәлем сап жатыр келін көрмей мекен, әрбір келін сәлеммен терлей мекен. Ата-апамның біразын айтып едім, естімей қалған жоқ па, келмей мекен. Қабыл болсын тілекпен бәтең деймін, шақырсаң тойға қазақ жетем деймін. Ал енді мен арнайы тоқталайын, келін сенің туған ағы атаң сәкен деймін. Мұндай ата шынында біреу ғана, болатын әулет кәргез түреу ғана. Сәкен үшін бір шапалақ ұрайықшы, кіші жүз тамаларға күйеу бала. Келінім деп құшақ зая құлап жүрген, сәлемің бар сәкенге ұнап жүрген. Менің де енем тама қорқып тұрам, тамалардың қысымына шыдап жүрген молодец. Үмітін елдің бүгін ақтадым ба, тисе беріп сәкенге де жақпадым ба. Сәкен аға 15-ін беріп тұрып, көзге көрінер бүтін 20 таппадың ба деп атқаным. Жолынан да сәкен ағам адаспайды, қалай бүгін ақындарға қараспайды. Мынандай деп адамды мақтағанда 15 ағың салғаның жараспайды десем болмайым. Құшақ жая келінімде құлап тұрау, сәлемің салған сайын ұнап тұрау. Барымды бердім ғой деп сәкен ағам, ақшам қалмады деп жылап тұрау. Сүйсеміне алтын ай жетіп барып, тамалардан қарызға сұрап тұрау деп отқаным. Болмасы менен ісің дейді, бойымда бар қасиет күшің дейді. Нағатын сыбырлап айтқан менен неғып сәкен сонша түсінбейді. Жақсылықты алға міне сүйрейді-ау дем, не салса да сәкен ағам күймейді-ау дем. Мынандай дәу адамды айналайын, мынандай кішкентай қатын билейді-ау деме. Сырын бүгін енеңде жасырама, Алтынайдай тамағызы асылана. Шапалақ ұрып жатсақ Алтынайға, 4 қызбен 3 жылды ғой асыраған. Сәкеннің біз мәрттігін көріп тұрмыз, ал Алтынай одан көрі асырама. Жақсылығын Алтынайдың айтайықшы, қызыл тілді Алтынайға шайқайықшы. Алтынайға қайда сәлем салып, Алтынайды бір мәрттігін байқайықшы. Әзіл айтып жеңешем деп ойнады-ау дейм, бүгін ұлдың қызығын тойлады-ау дейм. Негізі Алтынайда ұн ұйғатын, мақтамасам екі ағын бере салам деп ойлады-ау дейм. Сөзімнің мағынасын ұғып жатыр, сүңкіге қолды қатты тығып жатыр. Шапалақ ұрып жатсақ Алтынайға ортаға тағы да бір шығып жатыр. Әзілім біреулерге күліс екен, сұрай берсем ақшаны ұрыс екен. Негізі Алтынайды мақтағаннан Сәкенді мақтай берген дұрыс екен. Қайта айтсам сөзді арымай ма, кейбіреуде сөзімен алымай ма. Бірінші бетті оқып болдым, жүгермек алма, бетін ашмына бала онша әріп танымай ма. Әркімнің көтеріңкі көңілі бар, Алла ұзақ қысқа берер өмірі бар. Жүді әріп танымай бара жатсаң, жүгермек әр парақтың нөмірі бар. Еліңнің жұртыңның да біл бағасын, тыңдап ал ақының да жырлағасын.
Riyalымен теңге гүл бөтен емес, зиба гүлмен ерландай түп нағашың. Аршан менен Гауһарға бір сәлем сал, үйге келсе олардың біл бағасын. Нұрәлі Ғалиялар Асқар менен Кәмилалар негізгі түп нағашың. Рола мен Дидарға, әділет пен рахат, қанат менен күн сұлу, көркем менен Гүлнұрға. Алтынайдың нағашылар, Қалдыгүл мен Қалдыбек, Айзада мен Гүлнұрлар, Лайла менен жоқ, салтанатын алды. Латлама. Лайлам. Сасай шайын қылдап оқымай тұрсам не қара? Лайла, Салтанат, Төлеген, Гүлнар, Сансызбай, Мадина, Дәулет, Айгүл, Алтынбек, Бейбарыс, Ақжазық, Бекзада, Ләззат бастаған барша түп нағашыларға арнайымың сәлем әнеке. Бет асарым болатын түсте дедік, қазақтың бірлігі мен ынтымағы күште дедік. Жүгірмек екін оқып болдым, аша берсей, одан кейін парақ кезек үшке келді. Әрбір туышек жаттың дос бағасы бар, үлкен кіші сыйлайтын ел ағасы бар. Бақытжан мен Оралбек, Ордабек, Шора менен, Ақын менен Жүсіптейін ағашылар. Досымжан Бибігілге сәлем салсаң, көңілдің көтеріліп бағашылар. Әлжан менен Гүлжанар, Дін Мұхаммед Маралға, және де бар нағашың Медеу менен Айгүлге, Серік менен Гүлжандар Жұмағали Арайға, сәлем сап келін әрқашан көңілгеміне қарайла. Бақытжан мен және де Нұрлыбек пен Ұмсынай, Дін Ислам Аружан, жен қадірін білсін ай. Мұхаммеджан Аружан, Нұрсұлтан мен Пернешке, және де бар Вәли бақыт. Вәли бақыт бұл. Ой, Құдай-ай, Жәмилан байына бір сәлем сәлем керек. Вәли бақыт. Әйгерім Алмас бастаған. Барша қошеметпен қол соғып, арнайы бір сәлем әнеке. Айтып бүгін сөзімен оқталайын, ел алдында мен ақын боқ қалайын. Нағашының ішіндегі Мұхаммеджан, со кісіге арнайы тоқталайын. Сәлеміңді дегемен арнап келер. Нұржан мен Гүлжан қой сәлемді жалғап көрер. Шапалақ ұрайықшын Нұржан Гүлжан, әрине жиендерді қолдап келер. Нұрсұлтан Браданың атын ұмытып қалдым. Сынған жерінде жалғастырып жалғап беремін. Дін Мұхаммед. Қуанышқа ағайын бетке алдым ғой, шақырған соң Түркістаннан кеп қалдым ғой. Не за что Мұхаммеджан сынып кетті, сол кісіні Мұхаммад деп қалдым ғой просто. Өмір деген қызық қой шарайна дейді, жан жағыңа ағайын қарайла дейді. Дін Мұхаммед тілің сынбасын айналайын, маған тисе берме абайла дейді. Жамандық жақсылығын қызғанбаған, жүрек бар оңайлықпен сызданбаған. Осы бүгін женіміз үйленді деп, Нұрсұлтан еді маған звондаған. Пейіледі Нұрсұлтанның кең сияқты, жылы сөз жүректерге ем сияқты. Жаным менің Нұрсұлтан алтын інім, Светі де әдемі мен сияқты бір сәлем сал. Нұрсұлтанға бір шеке дара құрметтің арнайымың сәлем әнеке. Әрине өнерімді қолдаған ба, звонокты Нұрсұлтан жолдаған ба. Нұрсұлтан сен кемінде бесім салат, бұда онша жұмыс болмаған ба деп атқаным ғой. Сәлем сал келін жанал көпке дедік, болмасын қап кеткендер өкпе дедік. Үштен кейін сал бірақ не ақ тұрсың, жүгірмек парақ кезек төртке келдік. Ал жақсылық Алладан сұрағаным, ақында талайға сөз құрағаным. Ал енді мен айтайын суан бағыс еліне қыз алып қыз беріскен құдаларын. Құда деген 1000 жылдық, күйеу деген 100 жылдық. Жекжат жырат жарасып өте берсін күн жылжып. Құдаларым құдағи Әбілда мен Ғалия, Мамыр менен Фатима, Елмирадай құдағи, Өскенбайдай құдаңыз сәлем сап келін ұнаңыз. Бәкір құдам Меруерт, Ержан менен Нәзира, Гүлнұр менен Айлат ба? Алмат, Күмісбек, Жанат, Қуат, Ләззат. Әріптерін жазайын да тұр, ұмытып кеткен бар. Сырғабай, Сәуле, Айнұр құдағылар, Қазбек, Айнұр құдаша, Байтөре құда, Батыр Күл құдағи, Исмаил Мархабат, Мұхит, Әлия, Күлшеқыра құдашаға, сасай, ойбай саған айтып, мұнаған айтып, сәлем сасай. Келген жерім Түркістандай қала жатыр,
Barşaға иіліп келін сәлем сала жатыр. Ей, оқтаушы оқтаудың басын түсір, сенкіне қайқайып бара жатыр. Білмесем білмегенде сорап тұрсай, демеймін көрімдікпен тонап тұрсай. Орамал киел зат жүгермек ау, жерге тимесін оқтауға орап тұрсай. Оқтауды көріп қызбен жайнапты ғой, қызыл тілім талай жерде сайрапты ғой. Жүгермек сен қатынсыз қалатындай, саған бір екі орамал байлапты ғой, Құдай ай. Тоқтадым Нұрсұлтанда кеп қойды ғой, арт жағымнан бір жақсы леп қойды ғой. Айшадай құдағи қап кетті деп Нұрсұлтан миымды жеп қойды ғой. Жақсы мен жақсыларым қауышып жүр, уақыт пен секундпен ауысып жүр. Нұрсұлтан бас жағыңның артыңа қарашы бірдеңе жабысып жүр саған. Болмасын менен ісің дейма, қасиет бар бойыңда күшің дейма. Әй, жүгерме қайқайтпай басын түсір, мына бала қазақша түсінбей ма? Орасай ананың басына. Тизе берсем сен де маған аласың ба, бірінші рет оқтау ұстап барасың ба? Қайқайда бермей оқтаудың басын түсір, сәлем салғанда абысының аузына тығып аласың ба, қайтесің керек. Ғой, мына қатын жарам деген маладес. Ал әңгіме құлағын көпшілікке бұрадым, топ үшінде тұрмыне жезде әпке шырағым. Келінді қашан көреміз, көрімді күне тұрамын. Келін жан салса мың сәлем, табаққа доллар ұрамын. Дейді бір топ жезделер, әпкелерің шырағым. Әпке жезден Шералы Зейнәпшеміз тағы бар. Гүлданадай әпкеме Ардақ менен Ерболға. Күләш менен Алтынбек, Бақыт Күлжан жездепкен. Арман менен Арайға, көңілге әргез қарайла. Талғат менен Ләззатты сыйлап жүр келін жарайма. Бақтияр мен Айнұрлар, Бота менен Айгүлге. Нұргүл менен Бақтияр, Балнұр менен Назерке. Чадыра мен Ұлмекен, Нұрболат мен Аружан. Ұлмекен мен Ұлбосын, Адасқан мен Динара. Зина Эдик, Халима, Сәбит, Гүлбия, Халеке, Мөлдір, Гүлжанат, Нұрәлі, Нұрғазы, Салтанат, Нұрсұлтан, Динара, Қаршыға, Әбді, Нәби, Қаршыға бастаған барша жездепкелерге бір сәлем мінекей. Үміттің оты менен үрлей тұрмын, бет асып талай жерде гүлдей тұрмын. Осы үйдегі Ерсұлтаннан үлкен міне, қыздардың аты кім еді білмей тұрмын. Мақтаған сайын қызым сап кетті дейді, бағаламаса бастанда бақ кетті дейді. Перизаттан кешірім сұра бір сәлем сал, қыздардың қатарынан қап кетті дейді. Өмір деген қызық қой шарайына дейм, қызды сыйлап жүр келін жарайма дейм. Ал енді осы үйдегі ең үлкен қыз, сәлем салшы керемет Арайға дейм. Арайға да бір шапалақ ұрайықшы, Арайжан сәлем салса қолайлма дейм. Арайдай бір қызымыз, өшпесін әркез ізіміз, жайнасын әрқашан Арайжан жүзде көбіне қызымыз. Қошеметтеп Арайға да мың сәлем. Жақсы адамға алмаған дейді, жылы сөз жүрекпенен баураған дейді. Арайда жақтырмай тұр қалғанын бір, наличка ақша жоқ Каспийге аударам дей ма? Бер қарар Арай сен де жақында дейм, мен сені мақтау бүгін қақымда дейм. 10 мыңды кім Каспийіне аудардың сен, мен Каспийім қатынымның атында дейм. Ән мен жырым бейілім кең емес па, сөзімді Арай өзі елемес па? Папаңа неменеге аудардың сен, бет ашып тұрған Арай мен емес па? Ақындарың айқаймен күн көреді, халқым маған қошемет үн береді. Не зашты 2 мәрте түсіп жатсың, ал арманның орнына кім береді? Бір жақсылық боларын сезген екен, арманға да өлеңді көздеп өтем. Шапалақ ұрайықшы арман үшін, арман деген сенің туған жезден екен. Құрып талай нәрселер өрнек тау дейм, талай тойда сәң өрін қойып арман терлеп тау дейм. Ақшаны да Арай тағы беріп жатыр, арман өзі беташарға келмеп тау дейм. Әзілдеуден бағзатын жалық бапты, жоқ болса да бар екен анық тапты. Жоқ адамды білсең сен айтып тұрсай, армандығын Арай алып қапты қарасай. Осындай тойды қазақ сағынар ма, демеші мына асаба қағынар ма? Арайжан сенен кейін әпшесі мына жерде мақтайтын тағы бар ма? Кім бар әпшесі? Екінші әпшесі бар ма? Жұмысың болмасын дейді. Антымағы жарасқан жания дейді,
Болатын жақсылығым, ағылар тілегім бар дария деп. Арай айтады менен кейін сіңілісі, Арай айтады менен кейін сіңілісі бар, оның аты негізгі Сәния дейді. Алатын дүниемен көктем көп па, Сәнияда қарындас боп жеткен жоқ па? Корзинканы қағып ұшырып кеткен кезде бесімді Арай қағып кеткен жоқ па? Жамандығын Сәнияның жасырасың, Сәниядай қызға бір шашыласың. Шапалақ ұрайықшы Сәнияға мақтауын үстемдетіп асырасың. Мыналардың бәрі сенің қайынсіңлерің, осылар отырып қалса сен жауап бересің, қашырасың бір селен сан. Қазақтың сыйлар міне салты қайда, сыйлар міне ағайын дос жалпы қайда. Ей, жүгірмек салбырамай аша берсей, бестен кейін мына бетіндегі алды қайда. Әрбір қазақ той тойлау жоспары бар, той жасаса ағайын ататұғын қошқары бар. Сәкенде атаңызды сыйлап келген, кластас құрбы құрдас достары бар. Бүгін міне баламыз үйленді деп, бүгін той үлкен үлес қошқаны бар. Сыйластық пен достарда өтіп келді, біріне бір адал еңбек етіп келді. Жездепшемді мақтап мен болған кезде, Нұрбақыт әпшем қап кетті деп Нұрсұлтан жетіп келді ғой. Нұрбақыт әпкеміз бар ма? Қол көтеріп қойыңызшы, қошеметтеп қол соғайық. Жақсы шығар өлеңде ойдан ба дейм, қыз шіркін төркінге кеп тойған ба дейм. Бұл әулеттің қыздары бір-бір бала көтеретін, жезделерін бала көтеріп қойған ба дейм. Айтыста да ақынға жай беруші еді, кейбір ақын маңғазданып жай келуші еді. Сен сарыс айтыс көрген қазақсың ба, екі ақынға бір шайнек шай беруші еді. Шай емес маған шіркін шу керек қой, халқымнан бір қошемет у керек қой. Қырылдаған тамақты арасында жібітетін бір пиала су керек қой. Бойдақтарың некесін қиып көрсе, әрбір бойдақ адал жар сүйіп келсе, маған бір жаны ашыған мұсылмандар болса, бір пиала су құйып берсе, көңілді болар бүгін қош емес қой, айтып тұрған өлең қой тос емес қой. Құйған соң су даусыма тураласай, жүгірмек екі қолым бос емес қой. Су сұрадым әзілмен келтірдім ғой, бір жұтым зорға жұтып желпіндім ғой. Сен жүгірмек стаканды көтерсейші, сен маған боздық беріп өлтірдің ғой. Тойды көріп талаймен толқып тұрмын, бет ашып біраз жерде жортып тұрмын. Мен сізді сындырған соң қолыңыздан қазір су ішуге де қорқып тұрмын. Чайма шуа көңілдер жазба деймін, әзіл айтса мына жұрт мәзба деймін. Гранттың суы жоқ па айналайын, беріп жатқан сарағаш қазба деймін. Қара су атпеші деп өтінемін, шақырған соң бет асарға жетіп едім. Маған бәрбір екі стакан минералка ішіп ап, сен бетіңе кекірем кәз. Көңілдің болар бүгін қошы бар ғой, айтатын ағайын дос осылар ғой. Алтынбек Айгүл деген сұлтан менен Перизаттай Сәкеннің досы бар ғой. Самат менен Қадиша Қыдырәлі Ақжайықтар сыйлайтын осылар ғой. Қанау менен Әселге, Сұлтан менен Айгүлге, Қанат менен Едіге, Тілектес пен Айгүлге. Ата-енеңнің құрдастары Бақтиярға бір сәлем, кластастар достарына қошеметпен мың сәлем. Жиғанды тойға елім шашып келші, көңілім қуаныштан тасып көрші. Корзинкімде ақшаға толып қалдау, сен іреттеп ақшаны басып келші. Өтетін дүниемен көктем көп па, кластастар топталып жеткен жоқ па. Сен бастың ба, сұқтың ба, түсінбедім, жеңіңе қыстырылып кеткен жоқ па, нода ішінде деймін ба. Ән салып бейбейлейтін талайың бар, үлкен кіші көңіліне қарайында. Серікпен, Құралаймен, Бақытжанмен, Жансаядай суан бақыс ағайындар. Талғат менен Нәзираға бір сәлем сал, Мақтауға мен ағайын жарайында. Мақсат менен Айманға, Берік менен Арайға, Нұрла менен Күнсұлу, Бақыт менен Ләзатқа, Асқат менен Нұржанат ағайынға бір сәлем. Ағаларға, бауырларға мың сәлем, үлкен кіші ағайынға бір сәлем. Қазағым қазан оттан түспейтұғын, ойымызда бар қасиет күштейтұғын. Сәкен мен Алтынайдың коллективі
Ersultanмен birge жұмыс істейтін ұжымдастар Эльмира, Арайлы мен Аяужан, Динара, Дана, Азат, Қаламқас, Эльмира, Батыржан, Сәбит, Жасұлан, Айбек, Сәтбай, Самат, Бауыржан, Жалғас, Мейрамбек, Дидар, Әтен, Нұрлан, және Күлияш, Нұрсұлу, Камила, Жанар бастаған барша қошеметте қол соғу коллектив достарға арнай берселем. Қуанышқа Түркістаннан кеп қалдым ғой, жақсылықта ағайын бет қалдым ғой. Басында Сәкен алтын деп жазған соң, өзіміздің Сәкен ба деп қалдым ғой, бұрысы басты. Өткен өмір талайдың жастығы дейді, жинағаны көп әркімнің астығы дейді. Сәкен мен алтынға бір сәлем сал, Сәкен мен алтын, Сәкен алтын айдың бастығы дейді. Сөзімді де Сәкен аға елеп айтсам, мен сізді бір нағыз серіге теңеп айтсам, Сәкен мен алтынға да бір сәлем сал, бастықтарды арнайы бөлек айтсам. Неме дейді? Неме? Бейбір бара бе. Қай жүрсе Сол бекерға бетін түсінбедім ғой. Бейбір абиға, Құдағи, Дархан, Гауһар құда. Сіңлісі, мамаңыз, жез әпкелерге бір сәлем сап қойшы. Ал жақсының басында бақ жатыр ма, ағайын әзіл сөзге риза болып ап жатыр ма, топталып кеп кетіп жатыр, қарап тұр сап жатыр ма, мына жақ ап жатыр ма. Көп көңілін қуанышпен табам дейді, тәжіғандай әжеме жаған дейді. Мына кісілер кім екен, аты кім еді, апаларға бір камзол жабам дейді, аты кім? Күлайым Күнсұлу, коллектив. Жаманда көңілмене қимадыңыз, коллектив болып тәжіғандай әжемді сыйладыңыз. Бір nimшан мен бір орамал жауып жатсыз, коллективтер қаншадан жинадыңыз дегенім ғой. Жеңген келді дегенде, қосып сенің өлеңге, қуанып жүрген қайнылар отырған ана төменде. Аузында әсем әні бар, аңқылдап тұрған жаны бар. Бұны сүйген қыз жігіт маңдайында бағы бар. Қайнап жүрген қайнылар, қайын сіңілің тағы бар. Жұмсайтын болсаң егерде жаныңыздан табылар. Ержандай бір ұжымға сал жігерін мың сәлем. Және де бар қыздары бұйысын жақсы түздамы. Бетасардың әзілмен талай тойдау қызғаны. Қайын сіңілер Сәния мен Бек Сұлтан, Талғат, Балтабай, Олпан, Мәдина. Және де Тұмар ма? Тұмар, Каусар, Айым, Ұлнабат, Шағдат, Мәжиғұр ма? Мәшһүр Жүсіп, Әниса, Балым, Бағыс, Аян, Саян, Айдана, Мирас, Бағжан, Бегім, Сезім, Аңсар, Иман, Жүсіп, Рамазан, Бибмариям, Еркеназ, Аймира, Дариға, Төреғали, Әл-Хабиб, Мәл-Хабиб, Еркебұлан, Ақерке, Руслан, Рамазан, Еркежан, Ғалымжан, Анарка, Үнжу, Оралбек, Бегімай, Аяла, Дастан, Дарын, Сұңқар, Мелек, Мәрт, Пелин, Дениз, Бану, Тану, бары бар, жоғы бар, жүре алатын, жүре алмайтын, сос кеметін, емеше кеметін, туылған, туылмаған іштегі бәріне берселер. Әр қазақты жалғызым деп сағынайын, әзіл айтып тесейін қағынайын. Нұрсұлтан жен жазылмады деп нақ кеп тұрсың, білмеймін ғой мен енді нәғылайын. Немере шөбереден өсіріңіз, ән айтып бейбейлеңіз есіріңіз. Жиендерміне жазылмаса опытым бір сәлем сал дей саламыз кешіріңіз. Аузымызға Алла жақсы дұға берсе, иіліп келін сәлем бұға берсе. Манатпенен жарқын манат зәмзәгүл жиендерім, ат аталған аталмаған өздері біліп шыға берсе дейм басқан естім. Қарлығаш, таңдарды арайланып атып тұрсын, күніміз қуанышпен батып тұрсын. Әй, жүгермек жалтақ ұстап ап неменеге қимылдатсай қатып тұрсын. Еңбегің бет ашармен өтеліп тұр, бір айқай, бір қиқу жетеліп тұр. Құр босқа қатып ұстап тұра бермей, оқтаудың басын түсір көтеріп тұр. Сонда келін сәлемді салмайсың ба, қимылдатса келін сәлем арнайсың ба. Әй, опытым қимылдатсай жүгермек ал, мына жүгермек қимылдат алмайсың ба? Жаным апа бәріңде сенен көрет, қап кетсе аналарда елеңдерет. Мына кісі маған ұрсып жатқан нес, бір жұрттың бәрі қап кетсе менен көрет.
Ümittің otымен üрлеймін ғой, бет ашып біраз жерде гүлдеймін ғой. Маңдайда адам аты болса өзім айта берем, сіздердің аттарыңды білмеймін. Жақсыға жақсы бүгін тірелмектеп, көрімді көптен бүгін түрелмектеп. Қазір міне біткен соң Алтынайға ұрысып жатсаң мен қалдырып кетті ғой, жүгірмектеп отыра береді олшы. Болатын жақсылықтың жырдастаны, келіп жырады ағайын сырластары. Группалас айналайын дәл осы жерде Ербол Камшат Балжан ғой құрдастары. Салтанат пен жұлдызға салшы келін мың сәлем. Жақсылығы ағайының білініп жүр, мақтау сөзге барлығы ілініп жүр. Алтынай қатын жаңылден бері тексермей, енді аяқтан тозып жүгіріп жүр. Кім жазып жүр ма? Мақтаумен табағымда толады екен, демеңіз ақшаны көп сорады екен. Алтынай, тыныш отырш мына қатын, енді той болған соң осындай болады екен бе, я? Жаным намай жоғы даяқ жейтін бүт бір жыл аяқ жағында. Көрші ғой бірінші болып қуанады, көрші ағайын жақсылыққа жұбанады. Көршіңмен тату-татты тұр деген бар, көрші ақысы ақыретте сұралады. Біз көршінің қадірін білу керек, көршілерді құрметтеп тұру керек. Қанша көршің жаман болса дағы, сен келінжан жақсы адам болып жүру керек. Көршілерің Ақынай, Тұмар апа, Әліпбай, Анар апам, Мәнтай апа, Мәдина мен Ахмет, Роза мен және де Ерза менен Арайға, Ләззат менен Гүләнім, Талғат менен Гүлнарға, Үрістемдей көршілер салшы келін мың сәлем. Оңды солды алдын қартты көршілерге бір сәлем. Көршілерге құрметпенен қошеметтеп мың сәлем. Көңілді көршілерім қайтармады, көршісіз еш үйдеміне жай қалмады. Көршілерім бәрі мыңнан беріп жатыр, ішінен ірілеулері байқалмады. Шағырса тойдан қалмай келем дейтін, той болса қызығыңа елең дейтін. Сәкен мен Алтынай мен Ерсұлтанды балы бар осы жерде негізгі бөлем дейтін. Мыналар бөлелерді енді жазып, соңында болса да келін сәлем берем дейтін. Әрине сәлем салған келінді көресіңдер, бөлелерім амал жоқ ата қалмаса да келесіңдер. Мына тұрған тізімді жазып отқандар, соңында бәрібір жауап бересіңдер. Кән бөлелер: Сұлтан, Күләш, Біржан, Жанар, Ержан, Айша, Әділет, Динара, Бағдат, Нәзира, Ұлмекен, Ұлбала, Жадыра, Мақсат, Адас. Сасай жұрттың бар дауласып жазып атса да қарап тұрған өсі. Бөлелерге кешірім сұрап атса ғой. Әзілімен талай той деп шаңғып тұрған, жүрген жүргілдендіріп ән қып тұрған. Ал енді Ерсұлтанның достары бар, мен жинаған карзинген аңдып тұрған. Ескеле біраз нәрсе түскен ба дейм, той болып қазығарда қазанда піскен ба дейм. Әнім сен дірі демей жөндеп ұсташына жүгірмек түнімен ішкен ба дейм. Қызметке дәптер ұстап бармайсың ба, шешен тілім той десе сарынайсың ба. Қисайтпай көтеріп тураласай сен жүгірмек туралай алмайсың ба. Неғып сонша қашқақтай берет десем, сен бала тырнағыңды алмайсың ба. Сөзінде көп, өмірде көп айтатын сұрақ дейді, жақсы міне болсын әркез тұрақ дейді. Ержан менен Әйгерімге бір сәлем сал, атаңның достары ғой Мұрат дейді. Соңында болса дағы кешіріңіз, бір сәлем сал, толсын сәлем ұнап дейді. Біреулер бір-біріне, ой-бой мағатын әлі беріп бітпеп тұрмады, яйын. Демеші жаным әпке қинап жатсың, әрине апамды кеп сыйлап жатсың. Кешігіп кеп мене сонда коллективді не нәрсе жинап жатсың? Болмасын сөзім менің өрескелі, жайнап келен бет ашып елескелі. Денесіне сай апамды қиналмайма, мына кәрзінге ішіне ауыр емес бет деп атқан мұз. Қалаған алыш дейді. Саған емес маған айтып атыр, ала бер маған, ойнап айтма. Біреулері де қолыма қысып кетеді, бүйіріп дәмнен тұстан ішіп кетеді. Маған бергенді артыма қоя тұрсай, қазірден қимылдасам түсіп кетеді.
Ömötün elдің бүгін ақтайтығын, кейбір әзіл сөзің бар жақтайтығын. Достары бар Есуданның бір қауымен ешқашанда бір-бірін сатпайтығын. Ішіп жеп бүгін тойда тулапты ғой, жүзден ішкенде ішті булапты ғой. Ай, апалар, салаваттай досыңыз болмасынаған өшіңіз. Сұраншы досы серікті мақтауға өне қосыңыз. Және де бар Қалеке, Ербол, Айдар, Бағдәулет, Дәулет және Нұрдәулет, Бекзат, Райымбек, Шыңғыс, Есбол, Жанқұлот, Бандам, бәрі берсем. Қызметпен достарда шауып жатсың, болмасын достан өмір қауып жатсың. Қайнағаларды тізімің тағы келді, сен Нұрсұлтан аларды қайдан тауып жатсың. Бақытбектей қайнаған, көрімдігін қошқар деп дәумінеки байлаған. Сәбира мен өркенге сабырларға бір сәлем. Достарымне жан-жағыма қарап келді, ақшаны беруге жарап келді. Нажы көрмектер беретінің 100 мың теңге 10 неғ бірдін деп санап берді. Дос болып бәрін жерге жүретін бен, әзілдесіп ойнап доспен күлетін бен. Парақ ұстап тұрған жігіт достардың ішінде күру тойларын білетін бен. Оларға да әзілді бір бұрайын, тірлігімді тыңғылықты тындырайын. Ішіндегі достардың күру тойы білер болсаң, кім сындырайын. Сыйластықпен достардан өтіп келді, біріне бір адал еңбек етіп келді. Арай әпшен кім бар десем жаныма Нұрдәулет деп жетіп келдің. Қадырын Нұрдәулеттің біліп қой дейді, сол жігітті мақтау сөз келіп қой дейді. Шапалақ ұрайықшы Нұрдәулетке настоящий мақтайтын жігіт қой дейді. Шапалақ ұрып жатсақ Нұрдәулетім, ал Нұрдәулет ортаға шығып қой дейді. Беретін тілегімен бата қой дейм, көрімдікті аямай ата қой дейм. Нау тұрған Ерсұлтанның досыма әреңі дәу баба қой дейм. Болсыншы жүректеді қанағат дейді, әргінде бола шіргін аманат дейді. Сұраншыдан не батарқы мықты жігіт, одан кейін күру тойы салауат дейді. Салауатқа бір шағып ала құрайықшы, болсыншы баста әргез аманат дейді. Не салғанын ел тұр көріп деймін, уәдеге әрқашан берік деймін. Сұраншы мен салауатты мақтап жатсам, одан кейін күру тойы серік деймін деді. Сөзіңді де өзіңді жыңды. Бірден айтсам сөзіме мін қатпай ма, 100 мыңды санат беріп сындаптай ма? Немене жүндерден өсіріпсін, жақында жүн қымбаттай ма? Айт дегенің бәрінде айт аламын, айтқан сайын бет ашып чайқаламын. Қалдыбекке арнайы бір сәлем сал, Қалдыбекке бір шумақ өлеңімді айт аламын. Жұрттың алды 2 мәрте берген кезде сен жүгірмек бердің бе байқамадым, сасайын алып тұрсын. Қашан? Сен мен қасынан шықпадың ғой салдың ба? Жоқ, салсаң жоқ, саға жоқ сен. Қошын айт. Әзілмен талай тойды жазғып тұрған, мен едім талай жердім әзғып тұрған. Айналайын оқтаушыға бір сәлем сал, бірдеңе берген құсап мәз болып тұрған салдың ба сен? Қайта беріп оқтауды да ұстай деген, ұстаудан пейілін еш қыспай деген. Жүгірмектің күлгені сүп сүйкімді, жуып қойған бұдыл күк ұқсайды. Доданың талайына түсіп жатқан, біреулер бар көзімде қысып жатқан. Мына қатындар не деген тәртіпсіз 100 грамды аямай ішіп жатқан қатындар. Ал әуелеп әндағайын салайықшы, шаттана талай тойға барайықшы. Кен келмен келін жан қолыңды жай, көптің бүгін ақбатасын алайықшы. Ағайынан қошемет болып жатса, келін жан көпке сәлем салайықшы. Көпшілікке құрметпенен мың сәлем. Ой, мына қатымен жеп қойда қойдай. Әйгерім қай жағынан жайша жүрма? Рахмет өзімден. Әйгерім жоқ қай жағынан? Не білем әйгерім аны? Сіздің сіңіліңіз ба? Мен осы жерде жата беремін, қап кеткен адамдарды айтып. Шабыттанып шабытым шапа берген, елім бестеп беташырға баға берген. Әйгерімге жекетара бір сәлем сал, кешігіп жаңа келген. Әйгерімге бір сәлем. Ағайын, әр нәрсені көзіңнен көр, әркімнің жанған нұрын сөзіңнен көр. Әйгерім, сен ертегесің айтпайтын ем, кешіп келген өзіңнен көр. Айтар міне әңгімем көп, әйгерімді көрсең қарын тоқ. Дін Мұхаммедтен неменесін сұрайсың, өз біреудің қарыз алды, ода жоқ десең. Рахмет. Ағайын той құтты болсын, әзілдеп жатырмыз, әндеп жатырмыз.
кейде әзілдің дезелі тиіп кетіп жатса кешірім өтінемін. Той болған соң шамалы бір сағат, жарым сағат беташар өтеді. Елдің көңілін көтеріш деген нәрсе ғой. Бірақ сонда да көпшілікке жағу оңай емес. Сыртынан көрген адам ойлап қалады, мына жүгірмек ақшамен қинай береді деп. Менің ниетім ақша емес. Барлық нәрсе ниетке байланысты Тәжіған апа. Жаным әпшемеге Саңғылдың қызы. Мен жалпы ниетім ақша емес, басқа. Әзіл айтып күлдіріп, осы тойды барынша шамамны келгенше көңілді жүргізу апа. Дүниеге құныққан оңбайды. Кешіріңіз, мен құнықпаған, қызықпаған, просто ақша керек маған апа. Түсінші. Келін шырағым келген елдің суан бақсы еді. Сен құшақтамасай, оқтауды құшақтамайды, оны оқтауды қолға ұстайды. Құтыма қыстың құшақтарын бітірдің қапты сен. Басын түсіріп тұр ананы. Біреумен ұрыспағызым, маған жын кеп тұр өшеді. Қап кетіп ренжіп өкпелеп отқан ағайын туысқан болса кешірім сұраймыз. Тағы да жаңалден Сәкен ағамен, Сәкен ағам қоймыз, алтынай жеңшем жүгіріп жүр мына жерде. Өйткені жауап береді осы. Бірінші келін. Бұл бірінші беташар. Енді екінші беташарда ренжісеңдер болады. Өйткені бірінші беташарда жіберген ашықпен екіншісінде жібермей тұрсыз ба? Жеңше? Кешірім сұрайсыз ба? Иә, баршаңызға кешірім сұраймын. Сенің даусың немене оқыған сен? Ойсы ипакришкі сияқты оқып тұр. Тілмен қырылдап айқайда берексің, Сәкенге қарап. Ұйықтап ат тебе бергесің. Ән айта беремін де даусым шықпай қалды. Ән ба, точно Сәкен емес ба? Жоқ, о кісіге түсіміз батпайды. Тош, шыптықтай болып жаман екесің сен батыр. Рахмет. Әзіл ғой жеңше, әзіл деп жатырмын. Ол енді сәлемді салған сайын өздеріңе пайда айналайын келіңдер. Сәлемнен еш жоқта тарылмаңдар. Бұл сәлем салған сайын сәлемді қабыл алған адам не айтады? Көп жаса демей ма? Біреу болмаса біреу періште аумин деп, міне апаларым көп жасап, аталарым жоқ болып кетіп отқан содан емес па? Сондықтан 100-ге жетем десеңдер сәлем салыңдар. 120 жыл жасайын десең тағы да бір сәлем сап қой. Рекорд жасап 200-ге келем десеңдер ме? Кім өлгісі келеді? Бұлар да ұрып жатыр еші. Сәлемнен белің талмасын, сәлемін елге арынасын, арғынға күйеу бала атанған. Ерсұлтанының қайдасың, Ерсұлтан? Ападала душқа шыға бер, Ерсұлтан. Ерсұлтан. Нағатын біреу тауып келеді, Құдай біледі ойлаймын. Хадиша апасы келді. Хадиша апасы келді. Сен ауызды тұра берші, кім келген айқайлап тұрса өзім айтамын. Хадиша апама бір сәлем сап қойын адай. Жаңа келген апамыз. Хадиша апа. Музыка болмаса шықпай дейді. Музыка жібе сап көрейік Хадиша апам қалай шығады. Хадиша апам арнайы бір сәлем ғанек. Қошеметтеп қол соғайық. Шападан Хадиша апа. Хадиша апа дегенге Тәжіған апам сияқты біреу шыға ма десем әкші? Билеуге шамасы бар ма? Кәне десем ше, жап жасқан жігіт ау? 75 мен сұраған жоқпын, сен құлақсың ба мен бәрін айттым. 75-дің қатындары ғой деген есі. Кім қатыны дедім ба, қай жылғы дедім ба? Мына қатын әркім бәрдегі жауап бере бер, тамақтан айырылып қосып. Сәкен аға мынаған іштен айтпаны құлақ қошын, бәрін жеткізбердім. Иә. Енді айналайын. Бер жақындасай шырағым Ерсұлтан. Ей жаным, бер кел. Майды байда майды бойтуат, бір-бірін айын майтуат деп тұр әкең сияқты тұрғына қызым бермей. Бер қаншадасың? 25-те. 25-те. Мен 20-шында кеткем. Мен де кеттік үйленгенде сен сияқты жырдиып күле беретін болып қалғым жүрсің. Кен қатын езуімді жинады. Мен қатын десем сен де қатын сондай болады, мені күлесің. Әйел езуді жинайды, отаға істеп сыйлайды, кейде еріп кетіп қинайды. Алыс кетсе сағындырады, айтқың келгені қатын жеңген еркек болмаған Ерсұлтан. Сені де арғынның қыз бағындырады. Я деді ғана ойналайын. Білмесең сыра нандар приказ етіп күліп отқан бір бағындырған. Міне, ішінде жоқ қылып жүргендер бар әжелерім, бүтіндей аталарын жұтып жүргендер отыр. Еркектер біз неменесін күлеміз әйелдің қадырын 40-тан асып 50-ге жеткенде білеміз. 60-та сол әйелмен абырой жиып жүреміз, 70-ге келгенде солардың гамажын киіп жүреміз, қанға барамыз. Құдай сол күнге жеткісін айналайын Ерсұлтан. Ынтымағы жарасқан жанұя, келін 10 балаға ана болып, ел сыйлайтын қария бол. Енді дүниедегі байлық не? Дүниедегі байлық біздің үйіміз, көлігіміз, ақшамыз емес. Ақылды ұрпаққа байлықтың ең үлкені әке шеше. Қариясы бар үй қазына деп қазақ бекер айтпаған шырағым. Сен бай емес миллионер екесің. Әжең бар, әкең, шешең бар. Қандай бақыттысың, Енді Ерсұлтан сұрақ қойыш бір. Кім баласың? Әкемнің. Әжең жайша отыр ма? Сен үшін жанын беруге дайын. Кім баласы? Апам ренжіп қалды, қарашы апам. Ақшамды қайтып бер дейді, бере салайын ба апа? Жөндеп айт, кім баласың? Әжемнің. Сен сатыла береді екенсің олай бай, Одан кейін кім баласың?
Әкемнің, ей молодец. Одан кейін шешемнің, анамның. одан кейін десем мынаның баласын деп кетпесем бе кеше жайлап түсіп келатсың ба шыдағым тақанса бір адам боласы болса әжең баласы болса дейді екенсің әжең еркелетіп айнала ма Иә, бауырына басып еркелете ма иә. әжең айт әже мен 25-ке дейін балаңыз болдым немере болдым әлі кішкентай едім енді мойныма жауапкершілік артылды бір шаңырақтың егесі болдым әже енді мен айналғанда атамай деді қойды сүй әжеңді атам папам баласын деп қой сен сүй сен ұзатып жатқан жоқпын сүй ананы жөндеп әжеңді сүй папам баласын деп не әжең не қылды саған папам бала әжең баласын десең не келеді әжем өкпелеп қалды ғой ей жаным әпшем мен өкпелемейсіз ба апа конечно өкпелемейсіз уже алтынай талап тастаған сияқтысың мен ортаға сәкен ағам қойда сәкен аға жиенім кеңші сәке ой құдай ай сәкенді бір құдай бетін сығып алайын деп арақтың ортасына кіріп кетті келсеңізші жеңше кеңіз бірінші сәкен кезін қоя тұр әй жеңше алтынай бұл сәкен кезін деп жатқан бұл Қазақстанда бірінші еркектер жүреді Ауғанстанда әйелдер жүреді өйткені ол жақта бомба көп берген олды құдай арам қылса да келінді құдай адал қылсын дейді сәкен аға адал келін болсын құдай қаласа ал жеңеше ені атанып қолы ұзарып не қысқарды тіл қысқарды сіздің дауысты сокращение келіп қалған сияқты уже қол ұзын келін жұмсап рахатын көріп тірлік азайып ештеңе істемейсіз істет дейді өйткені үйге келген келін ең бірінші кімге жағу керек мына енеден қорлық көргендер өте қалышы ене тыныш болса ата тыныш дейді ауылда атаң билеседі атаңды апаң билейді дейді азаннан бастап мына келін сізге жағу үшін сізге лыпылдайды мама маған бер мама мен жуып тастаймын мама демалып ал мама шай ішіп ал мама сериал басталды мама ұйықтап ал мама арғынның қызын біразға дейін мамалатасыз құда қаласа мінекей ең ауыр тиетіні тіл қысқару деген нәрсе өйткені күніге ұрсалатын сәкенге ұрсамайсыз күйеуіңізді қалай сыйласаңыз мына келін сізге қарап үлгі алып бұл да күйеуін солай сыйлайды бұның күйеуі сіздің балаңыз балаңа жаның ашса амал жоқ азаннан бастап сәкеннің алдынан қайырлы таң деп тұрасыз құда қаласа бұрынғыдай айқайлауды қоясыз шай ішіп жатқанда сәкенге шай ішіңіз құдағасы деп кейде сәкеннің көзін келіннің көзінше сәкенді еркелетіп секунд-ай деп па бірдеңе деп қойып аласыз келіннің көзінше сәкенге қарап тұрып жаным томпағым деп түсінбей қаласыз сәке кімнің қатын деп қайтадан ғашық боласың таманың қызына бірінші құдайдан екінші қатыннан қорқатыннан бостандық болсын сәке не болып жерде жүресіз ей жаным жүргенде қақы бұрасы алтынайдың бала сияқты оқапсыз ғой я дей береді мына кісі қанша жыл болды жеңше осы суан бақсыға келгеніңе 30 жыл. точно айтшы 29 жыл. немене бір жылста жүріп кетіп жүрсің қойып тұрсың точно айт 29. дұрыс па сәке дұрыс сәкенге бәрі дұрыс қатыннан құтса болды деп тұра береді қатындығы дұрыс па менікі дұрыс дейді иә айналайын сәкен ағам енді 29 жыл бұрын тәжіған әжем менің әпшем келін қылып түсірді ғой осы Алтынайды 29 жылдан бері әпше осы бетіңе келдім Алтынай қорықпай шындықты айтшы апа мен тұрмын осында уайымдама шындықты айт тек бізге шындық керек апа өтірік итак жетеді бұл дүниеде апа шындық керек шындық қандай апа Алтынай жақсы ма Алтынай жақсы тамаша келе салысымен олар 4 жылдан кейін бөлегі шығып кеткен сол күйінде бөлек апа ата көке ден басқа әңгіме болған жоқ келесі бірінші ойда жеңілген сияқтысыз апа точно айтыңызшы қандай тамаша жақсы іште бірдеңе бар сияқты шығаршы әпше мен тұрмын қасында шығар ырзасыз ба ырзамын шығара алмаймын басқаны ей жаңа сен бірінші раундтан нокаут қойып сияқтысыз ғой шірем бер жақындасаңыз Алтынай соны сұрап қоя ма деп мына жақта қылып қашып кеткенсің бер кел иә қорықпа енді бір бетке айтатын қатын сияқтысыз ше шыныңды айтшы тәжіған енең қандай Керемет кісі. қойшы лыпылдауды өлтіретін қатын екенсің сен де ше енені құрметтесең енелік күнге жеттіңіз құдайға шүкір енені сыйлағаннан ешкім жаман болмайды қыздарымызға айтатын барған жерде бақтарыңды ашып әрқашан енеңді өз анаңдай құрметтесең ол мейлі жаман болсын мейлі жақсы болсын мейлі бұзық болсын бірақ бәріне төзіп соны құрметтеген келін нағыз ене атанады деген ойдамын сондықтан айналайын берке тыныш тұрмайтын қатын екен берке жеңше енеңе қарап тұрып 3 рет сәлем салшы енең ырза болсын деп жатырмын 29 жылдан бері айтамай жүрген бірдеңе бар сияқты оны да айтпай қалды бір сәлем салсаң енең мәз екі сәлем салсаң көңілі жаз үшінші рет сәлем салсаң енең артқа қарай сәлдетайын деп тұр рахмет болды ырзасыз ба әже ризамын әсе қосылып алып дұрыс қой бетіңе енең ырза енді бір 4 рет отжимание сәкен ырза болсын деп жатырмын бәрекелді рахмет асқар әкең асыл анаң шырағым айналайын Ерсұлтан әкеңді құшақтап құттықтап қойсай әкетай ата болған күнің құтты болсын деп бетінен сүй жолдас балаң емес ей бетінен сүй маңдайынан сүй әкесі бардың маңдайында алтын тәжі бар барында бағала
Осылардың разылығын алсаң еш жоқта қор болмайсың. Анаңды сүй. Жәннат осы анаңның табанында шырағым айнадайын. Анаңның көзінен сүй. Мына көз сен талай жылаған кезде ұйқыдан оятқан сен сүй, сен ұзатып атқан жоқпыз, көзінен сүй анаңның. Мына көзден де сүй, бір көз оянып, бір көз ұйықтап атқан жоқ. Екі көздің ортасынан сүйген емес. Қолынан сүй, мына қол сен талай жерін жуды. Ана қолдан сүй, қай қол жуған қайдан білесің, сүй. Енді барда келінді сүй. Ойнап айтам, ол әсіресе. Ал енді мен ортаға шақырған себебім Сәкен аға сіздерді аумин деп бата сұрап, сосын барып келін бетін ашайға. Ақсақал қария бар ғой осы үлкеніміз аталардан. Кім бар? Ата, кеңіз. Мұсабай ата, бата беріңіз, Мұсабай ата. Шотал берім. Қошемет деп қол соғайық. Жақсылардың шайын ішіп төрінде жата беріп, Мұсабайдай ақсақал ата келіп. Аумин деп қолымды жай, айналайын ер сұлтан. Атаң бір бата берсін, амин ата. Той құтты болсын. Ал құрметті көпшілік қауым, бүгін Сәкен баламыздың үйінде үлкен той болып жатыр. Құда қаласа бұл келін алып, алғашқы келіні. Болмаса бұтында бір той болған қызына. Бұл алғашқы келіні. Келген қадамын құтты болсын. Құда қаласа мінекей осы елдің, халықтың бір сүйікті жақсы келіні болуды Алла нәсіп етсін. Ерсұлтан Айданай, міне қосқан қосағың құтты болып, өмірде бақытты болыңдар. Әр уақыттарда осы ұршан жал деген анандайды аулақ болып, Құда қаласа бақытты өмір сүріңдер. Ал енді аумин деп көтеріп білекті, Алла берді тілекті. Балық қарап қыдырдарсын кетпес дәулет кең пейіл болып. Құда қаласа мына екі жасымыз құп бақытты болып өсіп өне берсін. Өз елдің көрікті келді азаматы болып өсе берсін Алла. Бақытты болсын. Мұзеке, қарияларды құрметтейік, қариялардан баталайық, бізде қария атанайық деп сіздерді құр алақан жібермеймін. Құр қолға бата жүрмес дейді. Мен сонша еңбектеніп, мына жерде көрімдік жинап, сонда да мына дүние жаман ғой, көзге жылтырап тұрғаннан кейін құр алақан жібермейін деп, ырымдап есімің шотал болсын, сізге де тоқал болсын, амин десем бола ма? Ойбай, тоқалды айтсам амин деп атыр ғой. Апам бар ма? Қан апам келді ма? Сосын дейін ауминді бұрып бұратқаныз жоқ. Рұқсат берді ма? Конечно, береді, мағамағасын бере береді оларды өшен. Күлсен кәрі көгіл деп әдейі күліп жатырмын. Ау, шапанымыз бар дейді. Мұсеке, тоқтаңыз, сізге әлі беретін бар екен яқта. Беретін жақсы батаң болып, сыйлайтын қария атаң болып, той егелерінің атынан сіздерге бір әдемі шапан болсын деп чүйек шапан жапқалы жатырық. Сәкен ағамнеке, қабыл алыңыз. Қарияның барында құрметте, қарияны құрметтесең, қариялық күнге жетесің. Қарияны әрқашанда сыйласаң, қариялық күнмен сен де дана болып өтесің дейді. Ақсақалдарға бір шапалақ қошеметтеп қояйық. Рахмет Мұсеке. Шөпшек сүйіп шөберенің алақанына май жалап төрінде жата беріңіз. Солар аман болып ұрпағыңызбен мың жасап бата беріңіз, Құдай қаласа мінеке. Рахмет айналайын Мұсекеңе. Рахмет ата. Құтты болсын, рахмет. Тоқал жақ қалды, шотал жақ қалды, кеткіңіз келмей қалды, кебелектен қасым. Кейбір аталардың тоқалдың өмірін жазып алатын адам сол кеткісі келмейді мен қасынан ше. Әдейі күліп жатыр ма, аман болыңыз. Неғып тұрсын шырағым, балық алады, орыстар ұқсамай шешен еғым. Атың кім сен дұрыс? Қаяғын шешен дегеніз, қаяғын шешкен дұрыс есі. Атың кім? Балтабай жасың нешеде? Ау, 23 деп тұра, мен жасымда елендің кезегесің ғой. Бойдақсың ба? Тұрыңа қарасын бірдеңе бүлдіріп қойған бала сияқты тұрады екенсің шырағым. Қанша рет ұстадың оқып, Балтабай бер шықшы. 23 жасқа екінші рет ұстадың ба, шынымды айтшы. Мен қазір бәрі бүлдіп қоямын шынымды айтшы. Екінші рет ұстап, алақан көрсетші, ойнап айтамын. Алақанға мазел шығады шырағым. Ұстадың да әрекет істесе, әркімді ұстап жүре бермеймін ақма. Елдің мазағын, қатының азабын көрмей кетші бар, нерімді қозымын. Тала қашық, ырым сондай, тала қашық Балтабай. Иә, боқтамай кет, тала қашық. Қарама маған үйді. Қарама маған үйді алағыды. Еркек сұрап басын көтеріп жүре. Боқтамай кет. Тала қашықта ақ тұрсың. Тала қашықта оңға кетсің дұрыс қатын аласың, солға кетсің сорлап қаласың. Оңға кет, жанға қарай кет, жанға қарай. Тоқтамай кетмеді. Бұлар қуып шығатын себебі мен клиенттерім апалар. Бұл тоқтап қалса мен жұмысым тоқтап қалады әжіған апа. Бұлар үйленген сайын мен байым. Өйткені мен жұмысым осы ғой. Осылар үйленсе мен ақша табам. Осылар үйленсе бала-шағам несібесін табам. Осылар үйленсе үй салам. Осылар үйленсе там салам әйтеуір. Барлығын қуанышқа жеткізетін осы бойдақтар. Жұрттың түсіне қыз келіншек кірсе мен түсіме еркектер келеді апа. 30-дан асып кеткендер мен ақшамды ұстап жүріп бекерге үйленбейші. Көзіме күйік кәдімгіше бұлар ше.
Мына 30-дан асып кеткендер кәдімгі дәу банк сияқты елестейді. Мына кішкентайлардың үйлік банкілер, мына бакалашкілер тұрған осылардың тойына қызмет істесе менде не арман бар. Әр қазақ жалғызым дейді. Рахмет, ей жандарым, рахмет. Осы апалар қатынын көрмеді құдай, ей. Рахмет сіздерге. Ау? Апамызға? Ойлы бұндай өлтіретін қатын екенсің, апам үйдегі апам ғой, бере-бересіз қоғалсаңыз. Бересіз ба? Не бересіз? Айтыңызшы. Мынау шапанымызбен ақ орамал, ақ жаулықты орамалымыз бар. Ол деген көкенің. Біреулер бірден кейін зор ғой, жетіп құлайды ғой. Құры сол сияқты тұр ғана кісі. Тынысы қуаныштан тарылып тұр. Өйткені Алтынайдың үйінде Ақтүйенің қарны жарылып тұр. Айналайын енесін құрметтеп қайта сәлемдер салынып тұр. Ал апам мынау сізге деп арнайы енесіне деген құрметпен сізге шабан камзол жабылып тұр апа. Енді келін бетін кім ашса сол сұқ дейді. Өзінің енесі емес әжесі тұрғанда енеге келін қайда. Тәжіған әжем ашады. Мен келіннің алдына апармаймын апамды. Келіннің алдына әкелем. Жақындаңдар айналайын. Әжелердің беттерін ашсын. Кән әже, өзіңіздің алдыңызға алып келдім. Ал бісміллә деп абайда. Қалтырап тірілдеп тұрғанда сорға жекленді. Аңқытқыл бір депсесін. Өзігі рахмет. Алтынай женше кіріп кетіп жағалап сүйе берсейші рағым. Ау қой тұсы да қошақан жалайды ғой. Маңдайдан сүй, бетінен сүй, ерінге тиіспе егесі бар. Одан ең бар апа, ол үйде жүрген қатындар ғой апа. Әжемнің өзі лыпылдап кетірген оған екен басында. Жандарым жиынды. Маута енесінен көрген істеп атыр әйтеуір. Маладес. Мынау 29 жыл ұстадыңыз. Ұстайсыз ба, бересіз ба? Береміз. Керек па, қомай ма сәкенді қуалауға деп атқаның ғой? Керек жоқ па? Керек жоқ. Конечно, керек жоқ. Сәкен өзі жүре беретін ба қоғын қалдыңа түсіп. Кен енеңе сәлем сал. Енең автоматыңды алайын. Мына 29 жылдық автомат. Автомат деген қасында тұрып дедектеді, Ер Сұлтанды қуалап жүрмей шырағым. Қазан ошаққа егі болсын деп жатыр. Жастар өмірдің гүлі болсын, Алланың берген жүректе мейірімі нұры болсын. Екі дүние рахатын көріп жастарым тек Алланың сүйікті құлы болсын. Жайнап жүрер келін ел алдында көркің болсын. Суан бақыстың ұрпағын көбейтем деп, арғының қызар артында кемпір болсын. Амин Аллаху акбар. Енді бір суретке түсіп алайық Сәкен аға. Отбасы болып қанекей кеңіздер. Жаңағы мықты телефондар қайда? Мұхаммед аға, сізде мықты телефон сізде ақпады бар осы ешкімде жоқ басқа. 17 айфон. Суретке түсіңіздер жақын келіп. Қане, әжемді алыңыздар одаға. Мінекей. Ал ағайын, мені тыңдап құрметтеген сіздерге мың рахмет. Иіліп сәлем бердім. Ары қарай биіміз жалғасын тапсын деп, би болсын қанекей одаға. Кет. Қайда? Қайнататын шайнегім келін келін. Анажан билең бүгін тойымда, қуанышыңды көру ойымда. Көреген еді дамасы, қазір ақтаудың баласы. Сыйласығына келгенде, егізегім ау шамасы. Көреген еді дамасы, қазір ақтаудың баласы. Сыйласығына келгенде, егізегім ау шамасы. Достым бар менің ақтауда. Арзиды достым ақтауға. Достым бар менің ақтауда. Арзиды достым ақтауға. Ақтауға бір күн бараман, достымның кеудің аламан. Қосу қарайды тойында, Инстаграмға саламан. Достымның кеудің аламан, қосу қарайды тойында, Инстаграмға саламан. Достымдар менің ақтауда. Арзиды достым ақтауға. Достым бар менің ақтауда. Арзиды достым ақтауға.
Көкті дегенде көгеріпті сабағы көгеріпті оралыңның барында айнада гүл ойламаған күлмеген не көріпті ей жаным асыл жаным керек емес өзіңе басқа жаным жаным асыл жаным керек емес өзіңе басқа жаным қара жерге қар жауса бақтырмайды біздей жігіт сіздерге жапырмайды ауылың сыртынан әнге салсам елбірме шатыржыңды жақтырмайды ай жаным асыл жаным керек емес өзіңнен басқа жаным ай жаным асыл жаным керек емес өзіңнен басқа жаным Қасыңай қарындас қасыңай тиіп кетіп жүрмесін ашуыңай егер мені шын сүйсең асыл еркем ертең кешке дайын бол қашуыңай жаным асыл жаным керек емес өзіңнен басқа жаным 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 Gül alırsın, yüzü alırsın, düğüne vararsın. Sen gideriz, kalmayızın en gönlümde kalırsın. Gül alırsın, yüzü alırsın, düğüne vararsın. Sen gideriz, kalmayızın en gönlümde kalırsın. Men sağın çok denimen asıkla bera Köyüm oylanıp Men sağın çok denimen asıkla bera Köyüm oylanıp Akşa tabarsın, kuyruğu alarsın, söyleme salarsın. Sen gideriz, kalmayız, alarsın. Akşa tabarsın, kuyruğu alarsın, söyleme salarsın. Sen gideriz, kalmayız, men gönlümde alarsın. Men sana çok denimen asıkla bera Köyüm oylanıp Men sana çok denimen asıkla bera Köyüm oylanıp Men sağın çok denimen asıkla bera Köyüm oylanıp
kılayım. Hop. Yaxşı ko'rib seni, mende bayağıday, sulusun al canım, sende bayağıday. Suyumduga seni, uyalganim men, mökmöldür ayzanda, qiyaldarim men. Yaxşı ko'rib seni, mende bayağıday, sulusun al canım, sende bayağıday. Suyumduga seni, uyalganim men, mökmöldür ay kozunda, qiyaldarim men. Ay suyalmadım men, kalay kalayım. Kalay kalayım, ölümün demeysin sen. Kalay kalayım, kalay kalayım, kalay kalayım. Ben özünde sansam kalay şunayım. Kalay kalayım, kalay kalayım. Öldüm demesin sen. Kalay kalayım, kalay kalayım, kalay kalayım. Ben özümde sansam kalay şunayım. Kalay kalayım, kalay kalayım. Öldüm demesin sen. Kalay kalayım, kalay kalayım, kalay kalayım. Ben özümde sansam kalay Barcha kunlarimda qizlarga talatib, o'rtadan yetdim. Şanım yapınlarım, günde sanım varım. Senin kalır çok boy, salam hangi salam. Neresin şahırsan, kusray çok varım. Sevdim seni günlerim. Hey şanım yapınlarım, günde sanım varım. Senin kalır çok boy, salam hangi salam. Neresin şahırsan, kusray çok varım. Sevdim seni günlerim. Ağlımda günde var kaydamın. Gözlerinde mahabatı bayladım. Kunde sarım kadendir aylamın. Ağlımda kunde var kaydamın. Gözlerinde mahabatı bayladım. Kunde sarım kadendir aylamın. Hop. Жүрек дүрсілдер, күнім десең маған. Сен аймен гүлдер, арнап күнде саған. Гүлден тұр жүзің, гүл алып мен барам. Келдім саған гүлнарым. Hey, жүрек дүрсілдер, күнім десең маған. Сен аймен гүлдер, арнап күнде саған. Гүлден тұр жүзің, гүл алып мен барам. Келдім саған гүлнарым. Ауылыңа күнде бар қайтамын. Gözlerinde mahabatı bayladım. Kunde sağdan tatlıdır aylamın. Aylamın. Ağlama kunde var kaylamın. Gözlerinde mahabatı bayladım. Kunde sağdan tatlıdır aylamın. Aylamın. Ağlama
баяғыдан Бұлғаным жетпейді ме саған бай Естейді ме байдалысы байғанға Мен жетемін сен деп көңіл айналма Қарабайым отбасында ер жеткен Шаруаның баласы мұның жайғанға Арманға айдан дейік айтама Бақытыңды байлық үшін байлама Мен ауылда тұрғым керек өсіммен Ал сенің шек қалғаның қайрала Өзімді жаттап алған ырымым менің Жандан елі дерле толған Жағатынан зерттеп алған ғалымым менің Қалған болса мен секілдім Дүниеме сен секілді сәт сайын мынау Жүрсем де мен қандай жолмен Бәлем деген қандай көрген жайымым-ау Миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым қымбаттым менің Дәуірімсің, ғасырымсың, ғашығым, ғашығымсың жұмбақтым менің Миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым қымбаттым менің Дәуірімсің, ғасырымсың, ғашығымсың, ғашығымсың жұмбақтым менің Дәуірімсің, ғасырымсың, ғашығымсың, ғашығымсың жұмбақтым менің Миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым қымбаттым менің Дәуірімсің, ғасырымсың, ғашығымсың, ғашығымсың жұмбақтым менің Құшақтасам ауылымды басып Отырғызып сіз секілді қызды жанымда Сізді болама сөйлесейік түсіріңдер біздің араға Сағыныштың ұлын жеткен гитарамменен Күзгі далада сағындым екен Көре алмаймын мен болашақ жарымды бөтен Еске түсіп қалар менен сіздің өлшерін Ей жаным тыңдап Шақырғанда жүрегіме ерте келдіңіз Сізге арнап сақтап қойған ақ көңілімді Өзге біреу ластап кетсе қайтер едіңіз Сізді болама сөйлесейік түсіріңдер біздің араға Сағынышым қылып жүрген гитарамменен Күзгі далада сағындым екен Көре алмаймын мен болашақ жарымды бөтен Еске түсіп қалар көрмен сіздің өлшерін Ей жаным тыңдап Болама сөйлесейік түсіріңдер біздің араға Сағынышым қылып жүрген гитарамменен Күзгі далада сағындым екен Көре алмаймын мен
Жүрген жолдарда көшені шуылдатып лапдамен суылдатып сол жолдар қайдасын замандар құбылады лапта таланбады біз кездескен жолдар есіңе сала ма жана о жана үстінде мантана айтып берер едім серенада лапта таланбады біз кездескен жолдар есіңе сала ма жана о жана жігіттер қыздарға мініп барар едім Заманда құбылады Лапта таланбады біз кездескен жолдар есіңе сала ма жана о жана үстінде мантана айтып берер едім серенада лапта таланбады біз кездескен жолдар есіңе сала ма жана о жана жігіттер қыздарға мініп барар едім
bir kun bararmın Dosumның көңілін табармын Бірге өткен күндерді Қуанып есе аламын Күтпейді терең жүрегі Достықтың қадірін біледі Қашан келесің досым деп Сағынып мені жүрегі Досым бар менің ақтауда Татиды досымды мақтауға Досым бар менің ақтауда Татиды досымды мақтауға Досым бар менің ақтауда Татиды досымды мақтауға Досым